Мен өзім қысқа таныстырып кетейін. Мен Ажықұлы Рахман Роматович, 30 жылдан бері врач болып істедім. Ақырғы 20 жылыны Қазақстанда, Астана шарында, Елімей жүлде институтында, травматология ортопедиясында, жолда жақта докторский, кандидатский жақта профессор болып, сол жерде істедім. Былтыры шештім, мен бұл жаққа келейін деп, министерствоға кіріп айтсам, айтып, вот сен востребованный специалист екенсің, кел, саған біз жұмыс береміз деп. Келдің, бізге өзіңдің болған Қазақстан алған опыттарыңды бөліш. Бізде бұл жерде жаңа больница ашылып жатады. Қырғыз-түрік больницасы. Соға жардан бері ашқанға деп, ол больница көп жылдан бері ашылып алған екен. Ошол больницаны чуркап жүрүп аштым. 4 ай жұмыс істегенден кейін ал жерден жұмысты ротация кадров деп алып қойдым. Немесін ділі айтқан жоқ. Шонда айтышты, бізде Қырғызстанды білесің, бұл Қазақстан емес. Қазақстанда бардығы бесплатно. МРТ-ке бір больницаға кірсең, ошол жерден обследование алып, до конца обследовать етіп, сен керек болса жатқырып, ал жерден операция қылып шығарады. Бұл жерде дағы шондай деп. Бізде Қазақстанда емес бұл жерде тыйым тыпырын бересің, жұмысқа албайды деп. Шондай айтылды сөздер. Анысыға да мақұл болып, еліме жеріме қызмат қылайын, бала шақамды алып келейін. Бұл жаққа балдарым азыр қырғыз болса, неберелерім қазақ болып кетпесін деген, ошонда жақсы оймен келдім. Алған опыттарымды бөлісемін деп бұл жерден. Ошол ақшаларды сұрады. Анысын бердім, кенештен месіне. 4 айдан бері ертең келіп өрсікпен сен башқа жұмысша қойым деп. Мен бұл ақша бергенімде де не қылбайм, бұл морально, психологически бұл жерде іштегім келбей қалды мен. Себебі айтқан сөзін жасабайды, тура сөйлебейді, мысқылдағандай қылып, ал жерге бар деді, барам. Барсам, мен көзімше главный врачтарға звонить етеді, артынан да қайда жоқтап албайды, өзінің берген немесіне айтып қойды екен. Ошол себептен шындай келіп отырам. Siz akça verdin dediniz mi? Şuraya alın. Ne akça verdiniz? Oşanda $10.000 berdi degen siz kızmatkere. Sizde $10.000 alып alып, işke kirgizip kayra çıgar edin? Ola şonda informasiya bolğan da. Demek oşoңuşan министр жеке өзү алган сизде? Через адамдар алган. Өзү түз турады эле сиздин ушунча ставкасы. Жоқ андай немесі болған емес, айтқаны бар. Айттырып жіберген емес. Жардамчысына бердіңіз бе, же кеңесшісіне жағанда? Бұны сүлбет еткен органдарға не берейін? Жоқ, ана жақын адамдарға бересіз. Ова. Почему вы не сообщили правоохранительным органам? С кем не взаимодействуете? Сообщили. Сообщили? Министр сұраған малды айттыңыздар ма, же кейін еле айттыңыздар ма? Кейін айттым оны. А сейчас на его вызывают, значит, или что куда-нибудь? Он приходит вообще, или его не На каком стадии вообще? На начальном стадии. То есть вы только недавно написали? Да. Передано в суд или идет расследование? Расследование. Только расследование. Его вызвали уже на допрос? Я не знаю, он же следственно должен спросить. Нет, вас же должны были как-то вести Нет, пока не было, да? нет. Меня отчет не дает следователь.